Мемлекеттік қызметкерлерге мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген өзге де азаматтарға, сондай-ақ олармен теңестірілген азаматтарға, олардың отбасы мүшелеріне, мемлекеттік қызметшінің қызметтік өкілеттіктеріне байланысты қандай да бір іс-әрекет үшін сыйлық алуға тыйым салынады. Мемлекеттік функцияларды орындауға уәкілеттік берілген азаматтар және олармен теңестірілген адамдардың отбасы мүшелері, жақын туыстары, құда жекжаттары қол астында атқаратын лауазымдарға тікелей бағынысты қызметтерді атқара алмайды. Мұндай жағдай болса, мемлекеттік қызметкер тиісті ұйымның басшылығына жазбаша хабарлама беруге міндетті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі колл орталығының қызметі халықтың сенімін арттыруға және жемқорлықтың алдын алуға бағытталған. Егер сіз сыбайлас жемқорлыққа тап болсаңыз, дереу 1424 нөміріне қоңырау шалыңыз. Қоңырау шалу тегін және тәулігіне 24 сағат бойы жұмыс істейді. Сыбайлас жемқорлық фактілері туралы хабарлаған азаматтарға ақшалай сыйақы қарастырылған. Қоғамдық белсенділік танытып, жемқорлықпен күресуге үлес қосыңыз.